Айналайындар, жәрдемақының өзін отбасындағы адам санына шаққандағы кірістер суммасына қарай реттейін деп жатқан үкімет сендерге ақымақ емес. Айналайындар, сен 50 миллионнан жоғары дүние мүлік сатып алшы өзіңе. Ең бірінші сенің банк счеттарың бұғатқа қойылады. Сөйтеді источник дохода, яғни ол ақша саған қайдан керек бол, қайдан келіп жатыр, қайдан түсіп жатыр, соның бәрін қағаз жүзінде сен дәлелдеу керексің. Ол түсіп жатқан ақшадан, сен тауып жатқан табыстан салық төлеп жатсың ба, декларация толтырып жатсың ба, оның бәрін тексереді. Сендер ойламаңдар, бәрі ақымақ, біздікілердің бәрі босқа отыр деп. Сендерсіз де бәрін тексеріп, барып, счетымызды ашып, одан кейін барып атымызға дүние мүлік алып жатсақ жазылып жатыр. Мен онсыз да соңғы уақытта байқайсыздар ма? Мен ештеңеге мән бермей өз алдыма тыныш өмірін сүріп жүрген адаммын. Құрып кетсін, елдің аузына елек қойып болмайды. Адам өзі қандай болса, айналасын солай көреді. Құрып кетсін. Ең бастысы, менің өзімнің Алланың алдында, адамның алдында арым таза деп басымды тік көтеріп жүре аламын, қай жерде болсын деп сөйтіп үндемей жүрген. Бірақ апаларың үндемеген сайын сиыр сипағанды, санасы сыйлағанды білмейді деп басқа мініп шайын деп атыр ғой. Бірақ жаңағындай да, мен мысалы қаншама энергиямды, қаншама уақытымды қайдағы біреулерге құрттым да, оның орнына мен кушон сатып, я болмаса біреуге бір жақсылық істесем, ол керісінше маған үлкен плюс болады да. Қай жағынан болсын, адамгершілік жағынан болсын, бұл дүниедегі байлық, о дүниедегі байлық болса да, қайсысы болса да ше. Қысып отырсынды мынау, бәй жетіп, қайдағы біреулерге. Содан кейін ана қаңғып жүрген албасын айтып атсыңдар ма? Менің апаммен Ырыспала деп атымды қойған апаммен аттасы екен. Сол аттан садаға кеткір. Әй, Германияға барған қазақтарды қан қақсатып жүрген қатын. Отан отбасынан басталады дейді қазақ. Бірінші ол елге жанашыр болмай-ақ, өзінің отбасын дұрыстабасын да. Байының қаяқта, бала шағасының қаяқта жүргенін білмейтін. Германияда біреудің үйінде уборка жасап жүрген біреу. Еще отырып алып митингке шығыңдар дейді. Пішту! Елдің ішіне ірткі салып. Кім ол вообще мен туралы әңгіме айтатын? Кім ол? Өткендегі әңгіме ғой, айналайындар ау. Пілдің түрісіге құмырсқаға палаткі болады деп айналайын. Өзінің кім боларын білмей жүрген біреу ғой ол. Анау қан қақсатып Германияға барғандарға жұмыс тауып берем деп 500 мыңнан миллиондап алып жүрген ақшасын қайтарсын да ол бірінші. Көттерінен өздерінің боғағып жатады біреудің басындағы шоқты әңгіме қып. Ана тиктоктағы ана бір екі қатын туралы айтып атсыңдар ма, дамбалын дұрыс киямайтын. Оның біреуі ана Гүлім деген қатын білесіңдер ма? Баяғыда біз бір 12 миллионның ба, 13 миллионның ба үйін алып береміз дегенбіз. Бірақ мен оның фотосын, видеосын қойып, мен сбор ашпағам, оттамасын. Ол 15 миллионның үйі керек, әперсең соны әпермесең Акиматтың алдына барып өзімді өртеймін деген. Медеу ауданының әкімдігі оғатынан шаршаған, қос қолдарын көтеріп тұрып қашады, бәлеқордың бәлеқоры. Оған Акимат ана 4 баласы үшін, ол қатын үшін емес, 4 баласы үшін квартира жалдап берген спонсорлардың ақшасына. Оғатынға ол квартира ұнамай, маған Медеу ауданынан 3 бөлмелі евро ремонтпен, мен балам бөлек бөлмеде жату керек, қызым бөлек бөлмеде жату керек деп, сондай бір жүрген қатын. Мына өмірге өкпесі қара қазандай, бірақ оның бәрін өз қолымен жасап алып жатқан. Балам зорланды деп жарияға жар салып жүрген ешқандай дәлел жоқ, зорланбаған бала.